Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, үлпілдек бауырсақ пісіретін боламын. Ол үшін жылы суға дрожжды, тұзды және қантты қосып 10 минуттай бетін жауып қоямыз. Одан кейін айранды немесе қаймақ қосып, електен өткен ұнды қосып, жұмсақ, тығыз емес қамыр илейміз. Одан кейін алақанымызға сұйық майды құйып, тағы да бірнеше рет басып жібереміз. Қамыр көтерілу үшін 1 сағатқа бетін ауа өтпейтіндей жауып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Осы қамырды тағы да басып 10 минутқа қоямыз. Дайын болған қамырды қатты қалың қылмай 5-6 мм жұқалықта жайып шығамыз. Жайып болған соң дөңгелетіп кесіп шығамыз. Қатты қызған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне бауырсақтар дайын болды. Видеоны толық көре алсаңыздар, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар.